Хұд пайғамбар қиссасы. Хұд пайғамбардың шын есімі Рай еді. Жасынан алғыр, зерек, құймағұлақ өрен болып өсті. 3 жасында үлкендермен тең дәрежеде сөз толғады. 4 жасында қатарына тәлім айтты. 5-ке толғанда батыс пен шығыста өткен мәшһүр даналардың мұрасын меңгеріп, ақыл қуатымен безбендеді. 6 жасында атқа қонып, дау-жанжалға әділ төрелік берді. 7 жасында жақсылармен сұхбаттасып, хал әлемнің қыр-сырына қанықты. 8-інде сұңғыла сезімнің сәулесі дарыпты. Қос ғаламның құпиясын көңіл көзімен аңдайтын қасиет қоныпты. 9-ға келгенде Алланы алқап, көкірегінде киелі әуез тербетті. Жебірейіл періште жаратқанның сәлемін жеткізді. Әй Рай, адамға жас кәмелеті көрік болмайды, желікшіл жанға ерік болмайды. 9-ға келсеңде топты жарар қуатың бар, білігің мен ойыңның сарқылмас суаты бар. Аллаң сені жұрттан жөнге салар пайғамбар етіп таңдады. Халықтың бұрынғы хәкім, нәбилердің салған жолынан жүз қайырды. Жер бетіне айла мен қулықтың, айырлық пен сұмдықтың топаны жайылды. Зұлымдар нашарды басылған нандай елет, әділдің тауаны қайтып тауы күйреді. Малғұнның мейманасы тасыды, момынның жанар жасыды. Сен осы тасқынның жолына тосқауыл боп тұрасың. Міскін мен күштіні, әлсіз бен мықтыны меңгеріп таразыны тең құрасың. Надандықпен күрес саған тиген үлес. Жасым кіші деп теттейде қаймықпағын, күшім кем деп жүрегің шайлықпасын. Сенің атың бұдан бұлай Хұд болады. Мәні кәміл адамдыр. Бұл хақ бұйыртқан бағаңдыр деді. Хұдтың елі аймаққа әді деген атпен мәлім еді. Патшасы Әжақ есімді қайырымсыз бір залым еді. Әркез іблістің тілін алып мыстанға сырын алдырды. Кеуілінің соқыры сенім мен жалған нанымға шалдырды. Халқын жылатып, мал мүлкі мен асыл бұйымын тартып алды. Алтын күмісті аямай қарыштап, пұт жасап соған табынды. Хұд тынбай езіп, елді иманға шақырды. Әй жараңдар, жараңдар, бәрің бері қараңдар, Аллаға мойын бұрыңдар, еліп тағат қылыңдар. Таспұттан сендерге еш пайда жоқ, мұндай меңіреу мүсін қайда жоқ. Сайтанға еріп, ізгілердің сорамынан адастыңдар, жақсыны жатқа балап, жаманмен жанастыңдар. Құдай сонда да сендерге мейірім шапағат қылды. Елді тура жолға баста деп маған бұйырды. Бірлігін оның біліңіз, хам жарлығын қылыңыз дейтін. Оның көркем лебізі кейбір қиянатсыз жандарға әсер ететін, бірақ батпаққа әбден батқан надандар оны әжуалап күлетін. Сен бала алдымен аузыңнан ана сүтін сүртіп ал, деді бірі. Ойнап жалығып кеттің бе? Егер ішің пысса кел, саған басқа ермек тауып берейін, деп кекетті екіншісі. Құдайыңа айта бар, бізге сен деп пайғамбар керек емес, өзіміздің де таспытымызақ жетеді, деп көкірек керді үшіншісі. Бізді дінімізден айырмақсың ба? Құр арам тер болмай жөніңді тап, оған сен түгіл атаңның да бабаңның да шамасы жетпейді, деді тағы біреу. Хұд оларға: жасың кіші деп қомсынбағын, Құдайдың әміріне шек келтіріп қорсынбағын. Алланың азабы жасындай болып жетеді, құдіреттің қасында құм құрлы салмағың жоқ. Жер тәңірсіп, кісімсіп жүргендердің жазасы көп, деді. Адамдар оның сөзіне құлақ асқан жоқ. Хұдтың жанына аз ғана кісі ерді. Пайғамбар оларға иман үйретті, махаббат пен мейірім мәнін аңдатты. Басында бұларды бәрі мазақтап жазықсыз жәбірлейтін. Хұд қанша жапа көріп, жазықсыз жапа шексе де сабыр көрсетіп бақты. Құдай оларынан береке бірлігін алды. Күн өткен сайын олардың бастары бәледен арылмайтын болды. Сап-сау жүргендер аяқ аста түсініксіз дертке шалдығып үйінен шыға алмай қалды. Мардамсып кеуде керген тәкаппарлардың ісі оңға баспады. Отбасында әке мен бала, аға мен іні бір-бірімен келісе алмай, ерегіс пен төбелес көбейді. Байлар тас пұттарына қанша құрбан шалып жалбарынса да жағдай оңалмады. Содан бір күні олар жиналып кеңесті. Бұрын Хұд жоқ кезде жайбырақат мамыражай өмір сүріп едік, мына боз өкпе қалай шықты, солай басымызға дерт жабысты. Хұд біздің берекемізді алды, шырқымызды бұзды. Тезірек елден аластап қуу керек деген байламға келді. Жоспарын іске асыру үшін жендеттер жалдап оңтайлы сәтті күтті. Бұлардың пасық пиғылы Хұдтың құлағына жетті. Ол: я Құдайым, төзімім таусылды, сабырым сарқылды. Қанша насихат етсем де кеудедегі қатқан тоңды сөгер емес, айтқан сөзім көкіректегі тартылған қара пердені түрер емес. Ақырғы медет күтерім өзіңсің, шүкір етпей күпірге толған пенделеріңді өзің тәубеге келтір, деді.
Сол жылы көктен жерге бір тамшы тамбай, жерден қылданақ шөп шықпай аштық басталды. Дұшпандар Хуттың қол аяғын байлап, елдерден аластамақ түгілі өз бастарымен қайғы болды. Елдің бәрі бір түйір дән іздеп, табаннан тозып, тентіреп кетті. Тек Хутты қолдап, Алланың бір деп білген серіктер ғана тақсірет тартқан жоқ. Олар кедей міскінге көмектесіп, қолдағы барын бөлісті. Бұл жағдайдан ғибрат алғандар пайғамбардан кешірім сұрап, оның жанына топтасты. Бірақ қауымдағы ділі қарау адамдардың күншілігі барған сайын күшейе түсті. Олар осы азаптың бәріне Хутты кінәлі деп тапты. Тағы бір жасырын жиылыс жасады. Әзір есімді бірі тұрып, бауырлар, Хуттың сөзіне көнсек қайтеді? Оның құдайы шын сияқты. Өзімізде обал сауаптан аттап, астамсып кеткеніміз рас. Хут айтқандай, шынымен де соның жазасын тартып жатқандаймыз сірә. Нәр татпағалы қанша күн өтті. Өзіміз көнсекте үйдегі қатын бала обал. Түріңе телміріп қарағанда қолыңды төбеңе қойып безіп кеткің келеді деді. Оны кейбіреулер қостай кетті. Қырыс қабақ, томырақ мінез, әужі атты біреу бар еді. Ол: «Иә, сөзіңнің жаны бар. Қанша қасарсақ та бұл апаттың сейілер түрі көрінбейді. Бірақ Хуттың Алласын мойындасақ, абыройымызға кір түсірмейміз бе? Одан да былай істейік. Хутты шақырып, біз сенің Аллаңның бірлігіне иландық, бірақ ол алдымен бізге көктен бұлт жіберсін. Бұлт келсе ғана оны ақиқат құдай екен мойындаймыз дейік. Жаңбыр жауып, жерге көк өнім шыққан соң сөзін тана салармыз» деді. Бәрі жамырап оны құптай кетті. Сол бетінше тобымен Хутқа барды. «Әй Хут, біз сенің құдайыңа сенейік, бірақ шартымыз бар. Сен алдымен бізге бұлт сұрап бер, содан соң иман келтіре жатармыз» деді. Хут келісіп дұға қылды. Көзі ашып жұмғанша көкжиектен қара, қызыл, ақ түсті 3 қазбауыр бұлт қалқып шыға келді. Хут оларға: «Әй халайық, бұлттардың бірін таңдаңдар» деп бұйырды. Олар қара бұлттан жаңбыр жауы мүмкін деп ойлап, соны таңдады. Қара бұлт құйын, жел тудыратын бұлт болатын. Жаңбыр суы тек ақ бұлттан ғана шығатын еді. Сол кезде Жибрейіл періште Ысырапылға: «Желдің есігін аш» деп бұйрық берді. Ысырапыл: «Қандай көлемде ашайын?» деп сұрады. «Сиырдың көзінде ғана аш. Онда дүние таулардың өзі қалмайды. Тебеннің көзінде етіп ашсаңшы. Онда өсіп тұрған ағаштардың өзін дауыл жалмайды. Олай болса, иненің жасуында есігін аш» деді Жибрейіл. Ысырапыл желдің есігін оның айтқанды етіп ашты. Сол-ақ екен, алай-дүлей құйын тұрып, көз жетер жердің бәрін жалмап жалағандай етті. Адамдар тығылатын орын таба алмай састы. Ақыл есінен айырылып бас ауған жаққа қашты. Бірақ желдің құрсауынан құтылған жоқ. 7 күн, 7 түн үзбей соққан дауыл адамды мақтағұрлы көрмеді. Қаһарлы желдің зарары тек Хут пен оның қасына топталған азғана момынға ғана тимеді. Осыдан соң Хут маңайындағы көршілер аймақтарға барып, оларға тынбай насихат айтты. Көптеген адамға Құдайдың хақтығын ұқтырды. Ділдеріне иман, парыз, мейірім мен махаббаттың табын жұқтырды. Өзі ұзақ ғұмыр кешіп, Шам жерінде дүниеден өтіпті. Салық пайғамбар қиссасы. Нұхтың үлкен ұлы Самның ұрпағы өсіп-өніп көбейе келе жер жаһанға жайылды. Оның кіндігінен өрбіген бір нәсілді Самуд деп атады. Бұл суы аз өңір деген мәнді білдіреді. Самудтың сол кездегі патшасы Қанда деген кісі болды. Ол алтын тақтың үстінде алтын күміске малынып, еніне торқа жамылып отыратын еді. Сарайдың салтанаты әміршінің көңілін өсірді. Кеудесіндегі ынсап пен қанағат сезімін өшірді. Арам құлқын тежеп, айылын жимады. Асау нәпсісін тыймады. Аймаққа ат шаптырып, ажарына айдың нұры қонған, көркіне күн шуағы толған ару қыздарды жинады. Мәжілісіндегі тіл безеген ақын мен жыршы шайырларға өзін мақтатты. Уәзірлері мен нөкерлерінің қошемет сөздері жанын рахатқа бөлеп, жанарын тұманмен перделеп тастады. Әбіліс осының бәрін жақсы біліп, азғыратын оңтайлы сәтті күтіп жүрді. Бір күні қара шекпен киіп, қара нықап тағып, патшаның құзырына жетіп келді. Бұл кезде патша тоя ішкен шараптың уытынан ес жия алмай сұлық түсіп жатқан. Сайдан дереу сиқырлы үнмен арбап сөйлей жөнелді. «Уа әміршім, даңқыңмен дәрпіңді естіп шалғайдан жетіп едім. Ұшқан құстың қанаты талатын, жортқанаңның табаны күйетін, қу меден шөлдерден өтіп едім. Айтса айтқандай, мақтаса мақтағандай бар екенсіз. Шынымен бағыңыз асқан жан екенсіз. Төңіректе сізге тең келетін патша көрмедім» деп толассыз мақтауға көшті. Қандаға мына сөздер майдай жақты.
нәпсінің аламаны қан тамырын қуалай ойнап тұңғиық тереңге қарай тартты. Көз алдын қызыл жасыл буалдыр сағым басты. Ібіліс сөзін әрі қарай жалғады. Патшам, бірақ бір датым бар. Мен зейіні терең, ақылы ерен, көпті көрген сұңғыла қартың болам. Өйткені жарық дүниеде жер басып жүргеніме 1000 жылдан асты. Осы ғұмырымда талай елдің топырағын бастым, өзіңіздей талай патшамен сұхбаттастым. Кеңесіме құлақ асқандар қашан көзі жұмылғанша рахат дәурен сүрді. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып, жалғанды жалпағынан басты. Қаласаң, бұл құпиямды саған да айтайын деді. Айта бер, бізде естейік деп имене түсті патша. Ібіліс, айтсам сөз мынау әміршім. Атақ мәртебеңді жат көзден қорғайтын, жорықта жүргенде қолдайтын киелі күшке мұқтаж екенсің. Айламен жауды бірде аларысың, бірде оларға өзіңді пенде боларысың. Албырт күшіне сеніп мақтанатын ақмақ қана. Өзіңнен зор шықса, алтын сарайыңда қорғап қала алмас. Алып тастан пұт құдай жасап табынсаң, айбыныңды одан әрмен асырат, жауларыңның зәре-құтын қашырат. Мына тұрған Қара тауына адам жіберіп ақ мәрмәр алдыр. Сосын оны ұста шеберлеріңе тәңір тұрпаттас айбарлы етіп қашат. Қазынаңдағы алтын күміс ақық жақұтпен аямай көмкер. Сол кезде саған құдай риза болып, әр басқан қадамыңда алқап тұрат деді. Патша ертеңіне әскерін мәрмәр тас әкелуге Қара тауына жіберді. Ібіліс олардан бұрын барып, шыныдай жалтыраған ақ тасты кесіп әзірлеп қойды. Әскері сол тасты 40 өгіз жеккен арбаға тиеп бірнеше күннен соң сарайға жеткізді. Патшаның әмірімен жүздеген ұста қызы жұмыстарына кірісті. Тасты ойып, қашап, бойы 40 кез, ені 8 кез пұт жасап шығарды. Оған есігінің алдынан жай берді. Басы алтыннан, көздері жақұттан, тістері інжуден еді. Пұтқа жібектен жейде торқадан тон кигізіп, жартастан бәдізделген тақтың тоғырына қондырды. Оған Абхар деген ат қойды. Барлық іс біткен кезде Ібіліс тағы патшаға келіп: әміршім, енді құдайдың сенен бір ғана қалауы қалды. Күнде мұның күтімін жасап, шаң жуытпай, тозаң жұқтырмай ұстайтын бір құлды қызметіне қойыңыз деді. Қанданың соғыста оң жағында жүретін, қалау тілеген ерінің еміреуінен білетін Қасур есімді қызметшісі бар еді. Бұл істі соған тапсырды. Қасур міндетіне адал беріліп, ынты-шынтасымен атқаруға кірісті. Алып пұттың басынан бақайшағына дейін тазалап, сүртіп, айнадай жалтыратып қоятын. Оны жанкешті еңбегіне патша мен уәзірлерінің көңілі тоятын. Бірде алыстан бір қара құс ұшып келді де пұттың дәл басына келіп қонды. Аз отырды да қанатын жазып, көтеріле беріп, тас мүсінге саңғып кетті. Мұны көрген Қасур жалмажан саты қойып, бүлінген жерді тап-таза етіп сүртіп алды. Бірақ әлгі құс ертеңіне екінші рет ұшып келіп, тас пұтты бұлғады. Қасур патша көрмесін деп былғанышты қайта тазалап қойды. Құстың бұл әдеті күн сайын қайталана берді. Қасур сатымен өрмелеп мәрмәр тасты жуып шаршады. Бір күні ол: бұл өзі бәрін жаратқан құдіретті құдай болса, неге өзін қорғамайды? Қайдағы бір қалбаңдаған қара құс қанша қорласа да міз бақпай тұра бергені қалай деп ойлады. Ойы бітпейтін күдікке ұласты. Күмәні күшейе түсті. Ақыры өз ісін ықылассыз орындайтын болды. Бұрын асқақтап көкпен таласып тұратын пұт құдай енді меңіреу қораштасқа айналды. Ібіліс мұның бәрін біліп, сезіп жүрді. Ханданың күн сайын уәзірлермен бірге пұтқа табынатын әдеті бар еді. Бір күні Ібіліс пұттың ішіне кірді де аш жөнмен: әй менің құлдарым, мен сендерге қатты ашулымын, сол үшін қаһарымды төгем, бәріңе қайғы мен қасіретті жіберем деп айғай салды. Жиылған жұрттың бойын үрей билеп қатты қорықты. Патша пұтқа қарап: уа құдайым, біз сені шын пейілмен құрметтейміз, саған қалтқысыз беріліп табынамыз, қолдап қорғай көр деп күн сайын өзіңе келіп жалбарынамыз. Бізге неліктен мұнша кәріңді төктің? Шамыңа тиген кім сенің? Айтшы, дереу жазасын берейін деп жалбарынды. Сол сәтте пұттан: мына Қасурдың көзін құртыңдар, мен сонда ғана разы болам. Ол маған қызмет етуге жарамайды, өйткені шын ықыласпен күтіп қарамайды деген әуез келді. Патша жендеттерге иек қақты. Олар Қасурды терең зындан қатты. Қанша жыл қасында жүрген сенімді серігі болғасын бірден өлтіруге қимады. Қараңғы қапаста жатса түбінде өзі-ақ өлер деп ұйғарды. Оған күніне бір періште азық ауқат әкеліп беріп жүрді. Ол басына түскен нәубетке мойымай, қайраты қайтып қажымай зынданда жата берді. Қасурдың Зығым деген әйелі бар еді. Ерінің қайғысы оған қатты батты. Елдің бәрі көзге шұқып тас атты.
Ол қанша тауқымет тартса да сабыр қылып үмітін үзбеді. Жерді кезіп ерін іздеді. Бір күні Алла Жибрилге: бар да қасырды қапастан шығар. Кіндігінен бір перзент өрбіп, надан қауымға дін жаяды. Сәбидің дүниеге келетін мезеті таяды деп бұйырды. Жибрил Алла әмірін қалт еткізбей орындады. Қасыр періштені көрісімен: мен пұтпен патшаға қызмет еттім, бірақ екеуінен де қайыр болмады. Қараңғы қапасқа салып қорлады. Сен зынданға тамақтасып, қамымды жасап келесің. Енді міне құрсауды талқандап аман алып шықтың. Менің жасырын жебеушім, шыныңды айтшы, сен кімсің деп сұрады. Періште: әй Қасур, сен адал, ізгі жан едің. Патшаң пұтқа табынып сайтанның тұзағына шырмалды. Ал сен Алланың хикметін ұқтың. Кеудеңе сәулесін тұттың. Зынданға салса да патшаға жалынбадың. Осы мінезің үшін Құдай сені бір перзентпен жарылқайды. Әйелмен қауышар күнің жақын. Ол сәт туғанша осы мекенді панала деп оны бір таудың үңгіріне жасырды. Мән жайға қаныққасын Қасыр тағат тауып тыншыды. Жаны шаттыққа бөленді, жүрегі қуанышқа кенелді. Әбден қажығасын тасты жастық, топырақты төсек етіп қалың ұйқыға енді. Құдайдың әмірімен оның әйелі Зағымға баяғы қарақұс ұшып келді. Оған адамша тіл бітіп сөйлей бастады. Әй Зағым, қайғыдан арылар, жарыңмен қауышар күнің жақын. Соңымнан ер, Қасырға апарам деді. Байының атын естігенде Зағымның екі көзі шарадай жанды. Жүрегі ұясына сыймай атқақтай соқты. Өңім бе, түсім бе деп илана алмай біраз тұрды. Содан соң: сен қандай құссың деп сұрады. Мен құзғынмын. Алла маған сені еріне жолықтыр деп міндет жүктеді деп жауап берді. Зағым құзғыннан: әй құс, төбең неге тақыр деді. Мен Қабылдың Әбілді өлтіруіне себеп болдым. Бірде қасымдағы қарғаның бәсін күндеп қызғанышпен мерт қылдым. Жан-жағыма қарасам, Қабыл мені бақылап отыр екен. Артынша барып інісі Әбілді таспен ұрып өлтірді. Қан төгудің алғаш үлгісін көрсеткеніме қатты өкіндім. Өкініштен төбе жүнім түсіп қалды. Сол себепті таз болдым деді. Тұмсығың неге сары? Бірде жұмақта өсетін запыран шөбін жедім. Ібліс жұмаққа жасырынып кіргенде ол шөпке зақарын шашқан екен. Бауырың неліктен қара? Бірден даңғойлықпен құстарға жеті тозақтың үстін бойым көрмей ұшып өтем деп мақтандым. Қанаттарымды қомдап тозаққа жете бергенде лаулаған от бүйіріме тиді. Жаһаннамның жалыны мұнша өткір болар ма? Ағзам дереу күйді. Зәре-құтым қалмады. Дара қылығымның кесірінен бауырым қарайып кетті. Неге ұшқанда жан-жағыңа жалтақтап қарай бересің? Нұх пайғамбар жұмсағанда жемтікке қызығып кемеге оралмадым. Пайғамбардың ренішіне, Алланың наласына қалдым. Содан бері Құдайдың бәлесі қай жағымнан келіп қалады екен деп жан-жағыма жалтақтап жүрем. Онда саған қалай сенем деп сұрады Зағым. Мен осынша жыл қылған күнәм үшін қанды жасты төктім. Тәубе қылып Құдайға тынбай арзу еттім. Жаратқан бір мүмкіндік берді. Сені отбасымен табыстыруды пәрмен қылды. Жаратып жан берген Алланың атымен ант етейін деді. Зағымның көңілі орнықты. Ерінің хабарын естігесін көп аялдап тұрмады. Құстың соңынан ілесті. Әне міне дегенше Қасыр паналаған тауға да келіп жетті. Үңгірге кірген соң Зағым ұйқыда жатқан күйеуін көрді. Тағат тауып тұра алмады. Дереу барып оятты. Жарын саламат көргеніне Қасыр да таң тамаша болды. Мұның бәрі Алланың ісі екенін сезді. Жан дүниесі толқып, қатты тебіренді. Көзіне ыстық жас келді. Уа Құдайым, саған сансыз шүкір. Ділі тас, пейілі қатты патшаға қанша жыл қызмет етсем де мені аяған жоқ. Сәуле түспес қараңғы қапасқа қамады. Бірақ сен қамқор болдың. Шөлдесем мейірімді қандырдың. Ашықсам қарнымды тойдырдың. Сені білмесем де, көрмесем де жанашыр ізгі Құдай екеніне шүбәсіз сендім деді. Әйел де жан жүрегімен тәубе етті. Осылайша үңгір ішінде бірнеше жылды өткерді. Қасырдың өмір сүрегі таусылып, Алланың әмірімен аманат жан тапсырды. Жибрил әйеліне оны жерлеудің жөн жоралғысын көрсетті. Зағым күйеуін ақ жауып, арулап, үңгірдің ішіне жерледі. Содан кейін тау маңындағы ауылға келіп тұрақтапты. Зағым 9 ай 9 күн өткен соң толғатып бір ұл тапты. Бейнесі алтын асықтай, шекесі торсықтай, көрген жанның көзі тоятын бала болды.
Ұлын көргенде Зағымның көкірегіне аналық мейірім толды. Дүниеге келген сәтінде жан жағына қаумалап сансыз періште қонды. Күн өткен сайын ажары айдай артып, жүзіне күннің шұғыласы балқыды. Ит көйлегінен пештің жұпар иісі аңқыды. Аяқ басып жүре бастағанда қадамнан шуақ тарады. Анасы ұлының атын Салық деп атады. Тіл көз түймес үшін оны елден жырақ етіп өсіруді қалады. Сол үшін үйіне бөгде жанды жолатпауға тырысты. Бірақ бірде үйіне рұқсат сұрамай кіріп келген бір көршісі нәрестені көріп қалды. Сол-ақ екен, ертеңіне бұл хабар бүкіл ауылға жайылды. Сол аймақты билейтін патшаның құлағына жетті. Патша Салықты көруге келді. Баланың көркі көңілін бірден баурады. Жүзіне көзі түскенде есінен адасып, ақылын айырылғандай күй кешті. Бойын билеп алған тәкаппар менмен сезімнен тұлдыра алмады. Жүрегін құрсап алған кәпір нәпсісі бір сәтте тәнін тәрк етіп тастап қашты. Салықтың пәк бейнесі патшаның мысын басты. Оны Зағымнан тартып алуға дәті бармады. Ол әйелге: «Ей аяулы ана, сәбиің жүректегі қатқан мұзды ертті, мейірімнен жұрдай көкірегімді кеңітті, кеудемді шымырлатты, сай-сүйегімді тебірентті. Мен мұны зорлықпен тартып алсам, екеуіңейді обал болар. Кезенесі кепкен қаңсық сайға да бұлақ суы толар. Сендерге бір жақсылық жасасам деп ойладым. Ол үшін сайыста сыналған, жорықта шыңдалған екі серігімді босағаңды қорғап тұруға сайладым. Өйткені аңдыған жау алмай қоймайды, қаңғыған сөз шалмай қоймайды. Осылай бір қызметтеріңе жарайын. Балаңмен қосып қанатымның астын алайын. Мына шапанды өскенде ұлың кисін деп алтын жіппен әдіптелген шапанын Зағымға берді. Ержеткенде мені тауып келсін, оған ел билеудің қыр-сырын үйретем деді. Содан кейін көп аялдамай аттанып кетті. Анасы мен ұлын қорғауға қос бірдей нөкерін қалдырды. Салық 12 жасқа келгенде көркі 14-інде толған айдай келісті. Күш қуаты толысты, ақыл айласы да әбден жетілді. Ол анасына қолғанатқа жарап, күн ұзын қой бағатын еді. Құр жүрмей неше түрлі өнер үйреніп, қамыстан сыбызғы шалатын еді. Адырнасын еп, садақ тартқанда 1000 қадамнан нысанаға дәл тигізді. Найза мен қылыш сермегенде құрбыластарын шаңына да ілестірмеді. Сүйдіп жүргенде ақылы мен қайратының сыналар шағы да келді. Мағауия ибн Бәкір деген кісі 3000 әскермен келіп Салықтың ауылын қоршап алды. Ол бұрында осылай қамсыз елді шауып мал жанын жайпап кететін. Айдарлысын қол қылатын, бұрымдысын күн қылатын. Қарсы шапқан еркек кіндікті оққа байлап қанша отбасыны тұл қылатын. Салық бұл кезде отар соңында өрістеді. Анасының зар елеген даусын алыстан естіп ауылға жүгірді. Келе сала жасанған жауға қаймықпай қарсы шапты. Қылышын сермеп, найзасын толғап, қаншасын жер жастандырды. Ашы даусымен аттан салғанда қалғаны құтандай тозып құты қашты. Беті қайтпаған қалың әскерді жас батырдың мысы басты. Ақыры бәрі де ауылдан жылыстап келген жағына қарай бас сауғалады. Патша көп өтпей Салықтың ерлігін естіді. Оны сарайына алдырып, құрмет қошеметтің бәрін көрсетті. Енді алтын тақтың иесі өзіңсің деп, оған басындағы алтын тәжін де ұсынды. Бірақ Салық бұл дәрежеден сыпайы ғана бас тартты. Уа ұлы мәртебелім, онсыз да осы кезге дейін сыртымнан қорған болдың. Анам екеумізді жаудың тырнағына, жаттың құрсауына бермедің. Нәпсі алдаушы дұшпанның насихатына ермедің. Алтын тәжіңді киюге лайық емеспін. Өйткені елімді жаудан құтқарғанда даңқ пен абырой көздемедім. Арзан атаққа қызығып өткінші олжа іздемедім. Жау келгенде батыр бол, дау келгенде ақыл бол деген. Анамның ащы наласы, халықтың шемен жарасы бойыма ғайыптан күш құйды. Тыңнан толғап, білегіме қайрат, жүрегіме айбат жейді. Алтын тағың өзіңде қалсын, алтын тәжің басыңда тұрсын. Анама жәрдем беріп, жұртыма дәрмен болып жүрсем, маған сол да жетеді деді. Патшаға жас жігіттің әдебі де, ақылы мен ойының тереңі де қатты ұнады. Салықты бір сәтке көзінен таса етпеді. Сапарға шыққанда оны қасына ертіп жүрді. Сөйтіп жүргенде бозбаланың жасы 18-ге келді. Күш қуаты мен парасаты кемелденіп толға берді. Аллах Жибрейілге: Салыққа барып, әмірімді жеткіз. Оны пайғамбар етіп таңдадым. Мойнына ұлы міндет жүктедім. Шырақ жағып қараңғы қауымды ізгілікке бастасын. Менің бірлігімді патшаға білдірсін, адасқанды хақ жолға салсын деді. Жибрейіл Салыққа жас жігіттің кейпінде келіп сәлем берді.
Бұрын соңды мұндай адам көрмеген Салық періштеден жөн сұрады. Жебірейіл: әй Салық, тамырың терең, тегің мәлім ерен едің, туғаннан көрген жанды баурап алардай өрен едің. Әкең Қасыр мен шешең Зағымды жақсы танушы едім. Сен сол екеуінің кіндігінен өрбідің. Жасыңда жасанған жауға қарсы тұрып қылыш сермедің. Жаратқан сені жөргегінен тәрбиеледі. Тәніңді қайыспастай шымыр қылды, жаныңды майыспастай мығым қылды. Аманатты ақтайтын сәтің келді. Патшаңа барып, Алланың бірлігіне шақыр. Надандық түнегін түріп, тұңғиық түбіне батыр деген кеңес берді. Көкірегіне жарық сәуле салды. Содан кейін Салық патшаға келіп: уа мәртебелі патшам, айтар бір сырым бар еді. Сен мен бізді жаратып жан берген, кірпіш саздан тән берген бір Алла. Алланы танығайсың, іліміне қаныққайсың деді. Патша бұл сөзге қатты ренжіді. Әй Салық, мен сенен үміт күтіп едім. Өлсем тағыма отырар ізбасарыма тең едім. Осынша құрмет көрсеткенде қылған сыйың осы ма деді. Сонда Салық: уа патшам, мен мұны жаным ашығанын айттым. Алланың бірлігін танысаң, көкірегіне иман нұры толады. Қос дүниең абат, қос қуанышың қабат болады деді. Ертеңге дейін ойлануға рұқсат бер деді патша. Салық кеткен соң қаумалаған уәзірлері: патша, Салыққа сенбеңіз, сөзіне иланып, еркіңізді оған бермеңіз. Ол сізді алдап тұр, ойы арам, пиғылы жаман. Ажалыңыздан бұрын өлтіріп, сарайыңыз бен мал-мүлкіңізді иемденіп қалмақ деп азғырды. Патша күншіл уәзірлердің сөзіне иланып қалды. Ертеңіне Салыққа қияс сөйлеп, қарсыға жауап берді. Патшаның айнығанын көрген пайғамбар оған қатты ренжіді. Басына қатер төнді, жанына қауіп келді. Жебірейілдің айтуымен елден шығып кетті. Жүріп отырып Қарра тауына барды. Бұл тау Орасан аймақты алып жатыр еді. Ол осы жақтан бір үй соқты. Ол үйдің ұзындығы 300 құлаш, ені 40 құлаш еді. Үй жанындағы ашық жерлерді жыртты. Үйдің оңы мен солына ағаш екті. Үйдің ішіне алтынмен аптап, күміспен қаптап бір шамшырақ жасады. Жебірейіл бүй деді: әй Салық, бұл шамшырақ иманның мысалы. Шамшырақтың сәулесі толысып, оны жарығы алыс жақыны түгел қамтыса, толған иманның нұры да барша жанның көкірегін ашады, ділін тазартады. Оның шұғыласы пенденің тастай қатқан жүрегін жібітсін деді. Ертесіне жұрт келіп, үйді көріп қатты таң қалды. Бірақ Салық қанша рет көркем насихат қылып, елді тура жолға шақырса да, ешкім оның сөзіне иланбады. Салық үмітін үзді. Жебірейіл айтты: әй Салық, тасты жерге қанша топырақ шырсаң, лезде егін шығып жайқалып кете қоймайды. Кенезесі кепкен сайды суға толтыру үшін де еңбектену керек. Сен барынша еңбектене бер, қалғанын Құдайдың еркіне тапсыр. Алла әрекетке берекет береді деді. Салықтың жанкешті еңбегінің арқасында 300-ге жуық кісі момын атанды. Жебірейіл періште Салыққа басқа бір аймаққа барып дін таратуын тапсырды. Салық ол жерге барып шырын тілмен ғажайып нақылдарды төкті. Бірақ жұрттың көбі хақ ісінен дүние тірлігін жоғары қойған жандар еді. Салықтың сөзі ешкімге ұнамады, көңілге жақпады. Бәрі де: оны өлтіре алмаймыз, оның тегі де мықты, беделі де күшті. Егер сөзіне құлақ аспай қойсақ, өзі шаршап тоқтайтын шығар деп ойлады. Бірақ Салық насихатты бір сәтке болсын тоқтатпады. Ақыры адамдар мынадай шешімге келді. Олар өзара кеңесіп: біз былай етейік, одан өзі істей алмайтын бір нәрсе қалайық. Егер қолынан келмесе, онда елімізді тәрк етіп кет деп айтайық деді. Бұл сөзге бәрі келісті. Олар Салыққа келді. әй Салық, сен бізден не сұрайсың? Тілегің не деп сұрады. Жан берген, ақыл берген, сана берген Аллаға сеніңдер деді. Жиылған жұрт: мойындамасақ не болады деді. Онда әт елінің кебін кешесіңдер. Аллам оларға сансыз нығмет берді, байлыққа шүкіршілікке емес күпірлікке әкелді. Менмендікпен көңіл көздері бітелді. Шүкірлік етудің орнына Алланың пайғамбарын жәбірледі. Сендерді сондай күйге ұшырайсыңдар деді. Жұрт: әй Салық, біздің бабамыз пұтқа табынды, көкірегінде қандай арзуы болса тас мүсінге айтып жалынды. Бізге де осы дәстүр мұра болып қалды. Біз үшін иман осы. Сен өз Алланың хақ екенін қалай дәлелдейсің деді. Салық: не қалайсыңдар деді. Топтың ішінен бір адам суырылып шықты да: мына таудан бір інген шығар, ол біздің көз алдымызда боталасын, уызынан бәріміз дәм татайық деді. Екіншісі тұрып: ол інгеннің түктері қызыл болсын деді. Үшіншісі:
тілі қара болсын деді. Төртіншісі, мойынының шуда жеңі желкілдеп тұрсын деді. Бесіншісі, екі өркеші баладай азу түсі қаладай болсын деді. Алтыншысы, інгеннің желініндегі сүт көлдің суындай сарқылмасын, қанша ішсек те бір су алып таусылмасын деді. Салық дұға қылды. Көзді ашып жұмғанша таудың жақпары екіге жарылып, қос өркешті алып жануар шыға келді. Жиылған жұрт әсем тұрқына таңдана қарады. Алтындай қызыл түктері жарқ-жұрқ етіп көзін жауын алды. Шуда жүні желкілдеп, мамықтай неше түрлі реңге еніп құлпырды. Төрт аяғын тең басып алға қарай ұмтылды. Қос өркеші тіп-тік баладай еді. Екі көзі жарқыраған танадай еді. Інген кенеттен боздай жөнелді. Көп өтпей бот алады. Ботасының сұлулығы анасынан асып түспесе бір мысқалда кем емес еді. Ол да бірден отығып шөп жей бастады. Салықтың күндес дұшпандары қызғаныштан жарылардай болды. Уа Салық, біз сені хақтың сөзін айтып жүрген адал жан деп ойлаушы едік. Сөйтсек сен де бір сиқыршы екенсің. Жұрттың көзін байлап, мына сиқырды қалай жасадың деп келеме жығылды. Надан жұрт оның сөзін жамырай қоштай кетті. Салық оларға ләм-мим демей кетіп қалды. Інген ботасын ертіп, желіп ауылға қарай тартты. Бұл інген сол ауылдың құтын айналды. Сауса сүті бұлақтай, дәмі тәтті құрақтай ет. Ішкен жанның мейірі қанатын. Көздеріне сәуле бітіп шырадай жанатын. Кедей-кепшік сүттің нәріне қуат алатын. Түйе суды да көп ішетін еді. Ауылда бір ғана құдық бар екен. Інген бір ішкенде құдық суы бірден тартылып қалатын. Ол бір күннің ішінде ғана қайта толатын. Салықтың абыройын күндеп, оған тісін қайрап жүрген жаулары үшін бұл іздегенге сұраған болды. Ойбай, мұндай інген бізге керек емес. Ол біздің суымызды тауысты, нәрімізді сарықты. Салық бізге інген емес, бәле әкелген екен деп өсектің отын өршітіп күні-түні жамандады. Содан ел екіге жарылып Салыққа келді. Ішінде ақ көңіл адалдары. Әй Салық, інгеннің сүті жұртқа қуат берді, бойға нәр мен шуақ берді. Алайда бізге су жетіспей жатыр, қайтсек керек деп одан ақыл сұрады. Салық, сендер құдықтың суын бір күн ішіңдер, інген келесі күн ішсін, кезектесіп ішіңдер, жаулықта реніште болмайды. Бірақ естеріңде болсын, інгенді қумаңдар, үркітпеңдер, ұрмаңдар, не өлтіріп жанына азап қылмаңдар, әйтпесе бастарыңа азап келеді. Бұл азаптан ешкімде бой тасалап құтыла алмайды деді. Олар келісті. Інген олардың арасында 30 жыл тұрды. Жұрт құдықтан су ішетін күні інген ботасымен тауда жайылды. Түйенің кезегі келгенде ол ботасын ертіп келетін. Бірде мынандай оқиға болды. Ауылда Қазар есімді жігіт болатын. Жанжал десе, жанын беретін, ерегіс десе, етпетінен жата кететін. Жақсының жағасынан алдым деп мақтанады. Қазан көтерген үйді аңдып жүретін қомағайлығы және бар еді. Бірде ол ауқатты бір әйелдің үйіне келді. Әйел Салықты жек көретін. Ол Қазарға: мен сенің тамағыңды тойдырар едім, бірақ мына інген судың бәрін ішіп қойды. Тамақ істеуге бір кезде су таппай отырмыз. Осы түйені өлтірсең, әрдайым қарның тоқ жүреді. Әрі қызымды некелеп қосар едім деп азғырды. Қазар оңай олжаға қызығып, тез келісті. Ертеңіне жолдасын ертіп, түйенің жолын торыды. Түйе құдыққа су ішуге келгенде Қазар қылышымен аяғын шапты, серігі басын шапты. Халық тез жинала қалды. Олар Қазарды тергеудің орнына түйенің етіне таласып, мүшеліп бөліп алды. Онымен тұрмай, ботасының да ізіне түсіп қуалады. Ботасы тауға қарай қашты. 3 рет қатты боздады да жартастың ішіне кіріп жоқ болды. Салық болған жайттың бәрін естіп білді. Қатты қайғырып: ботасы қайда деп сұрады. Бота тауға қарай қашып кетті. Жартасқа кірерде 3 рет қатты боздады деп жауап берді. Салық: ей надан жұртым, жүректерің тас, көздерің мұз екен. Құдайға жалбарынып кешірім тілеңдер. Түйе 3 рет боздаса, 3 күнде келетін 3 түрлі азаптың ишарасы. Алғашқы күні жүздерің сарғаят, екінші күні қызарат, үшінші күні қараят, содан соң азап келет деді. Бірақ оның сөзіне мойын бұрған жан болмады. Салық бұдан соң Шам шаһарына барып, сонда өмір сүрді. Бұл кезде Шамның патшасы Шәддат деген кісі еді. Анасы аяғы ауыр кезінде теңізде кемемен келе жатып апатқа ұшырайды. Кеме күйреп 40 бөлшекке бөлінгенде бір тақтайдың үстінде жас келіншек босанып қалды. Тұмса ана да көп ұзамай жан тапсырды. Шәддат Құдайдың құдіретімен тірі қалып өсіп ер жетті. Ақыл парасаты елге мәшһүр болып алтын таққа мінді.
алмаған жауы баспаған жері қалмады. Машырықтан мағрыпқа дейінгі бүкіл мекенді меншігіне қаратты. Бірақ атағы асқан сайын көкірегін жел, көзін шел басты. Өзін құдаймын деп жариялады. Аллах Салыққа: мен Шәддатқа 1000 жыл өмір бердім. Жер бетіндегі алтын күмісті оған нәсіп еттім. Бірақ ол шүкір етудің орнына менімен таласты. Иманға келсін, мал мен мақтанға берілмесін деді. Салық Алланың әмірін Шәддатқа жеткізді. Ол менсей мұрнын шүйіріп: мен сенің Аллаңа еш мұқтаж емеспін, барлығын өзім таптым деді. Салық: Алла қиямет күні күнәһарға тозақ, ізгі жанға пейішті нәсіп етеді деді. Маған жұмағың керек емес, қаласам өзім-ақ жәннат жасап алам деді. Салық кеткен соң ол уәзірлеріне: жайлы мекен табыңдар, соған пейіш соғамыз деді. Уәзірлері бір жерді тапты. Лайдың орнына алтын күмісті ерітіп құйып, кірпіштің орнына лағыл мен гауһарды қалап, оны маржандармен безендіріп, тамаша бауы бар сарай салды. Мұнда өсетін ағаштың өзегі алтыннан, бұдағы күмістен, жапырағы зүміреттен, жемісі лағыл, жақұт, маржаннан жасалды. Жемістердің арасынан балдай шірін шәрбаттар ақты. Топырақтың орнына әнбар, запыран төседі. Баудың ортасына лағыл мен жақұт, зүміреттен безендірілген 1000 күрсі қойдырды. Бұл бақ біткенше әр күні 40 қашыр гауһар қаражат жұмсалды. 300 жылда оны бітірді. Бір кемпірдің жарты мысқал күмісі қалған еді, соны да алып пайдаланды. Қай жерде сұлу ұл қыздар болса, оларды алып келіп, үр-хорлардың орнына қойды. Менің тамаша жасаған бауымды көріңдер деп қала халқына жар салды. Жан-жақтан халық келіп, бауды көріп, тамаша сейіл жасады. Сол күнге дейін Шәддаттың өзі де бұл бауды көрмеген еді. Бауды көру үшін уәзірлерін ертіп, баудың дарбазарына келді. Бір қызығы, баудың қақпасында айбатты бір кісі тұр екен. Сен кімсің деп сұрады Шәддат. Мен Әзірейілмін, сенің жаныңды алам деп жауап берді ол. Шәддат болса, бауды көріп қалайын деп аттан түспекші болып, аяғын үзеңгіден шығарғанша, Әзірейіл оның жанын алды. Сол күйінде тозаққа алып кірді. Жебірейіл періште айғай салып еді, даусының айбатынан Шәддаттың әскері дірілдеп тұра қашты. Қорыққан жұрт та бытырай жөнелді. Ал Шәддаттың 300 жыл салған бақшасын көкке көтеріп алып кетті.